Ал бүгінгі ойында Ғазиз 14 жасқа ойнайсың да жарыста, иә? Оның қарсыласы 8 жаста ойнайтын бірінші разряд Шымкенттің ең мықты ойыншысы Әлихан. Так, классикалық партияда 25 плюс 0. Ал ойын партияны көреміз. Біз әбден дайындалған партиялар дайындап практика жұмыс жасап жатырмыз. Теориямен басталды ойындар. Кейін осы видеоға қарап кейін анализ жасаймыз. Жаңа үйреткенде уже ұмытып жатыр, көрдің бе? Әбден ойнап көріп практика жасамасаң, ұмытып қала бересің. Ход. Мынау 3-5 қатар болған кезінде сразу жүреміз деп айттым мен. 3-5 қатар болмаса, мынау келді ма, сразу қай жаққа бару керек? Өзінің местасына бару керек. Ход шатастыра алмас үшін практика жасап керек деп жатқаным осы. Сразу центр неге бұзбай жатсың? Ход шатастырма демей ма? Құлды қай жаққа ойнау керек? Пока ұмыт шықпайды ғой, соңында шықты ғой бізге. Момент келдің бе, бұзбайсың ба мынаны ортаны? Ход шатастырма, ұмытпа. Егер ұмытып қаласың, онда болды. Жарыста бір-екі ошибка жібердің, дебюттан өзің бір дебют таңдадың ойнауға. Бірақ сен ходтары шатастырдың, болды, ұтыласың уже. Өйткені өзің қысылып қаласың, ары қарай не істеу керекпін білмей қаласың. Мақсатымыздың бәрі мына жерге ебесті бұзу ғой. Связкаға бара берсем болады. Ойнап көрейік.
маркетингке жасаган жок, связкиде барсаң да калат. Ашыш жүрмө? Ошол кезде ушул жакта место истесе. Жаңа түшүндүрмүн мени? Соган истесем болот. Ашыш жүрмөдүмү? Может, связкиге бара калсам. Потому что оны тартып алып, E4-тен 5-ке атака жасап ашып, маневрный словно тартып аласың да. И кон айналып связкиге барып, E4-ке давление жасайсың. Кім жүреді? Сен жүресің ғой жақаны? Ойланып ал. Есіңе түсір. Мысалы, как будто жарыста өзің ойлап тапқан сияқты болып, деп ойланып отырып, өзің бір күшті қот ойлап тапқан сияқты болып жүріп отырасың. Бірақ оны мынаяқта ағай түсіндіріп қойған, бағана айтып қойған. Ол кезде соперник мынау гений екен деп ойлайды. Мықты екен деп қорқады уже. Будто бәрін өзің ойлап тапқан сияқты болып жүріп жатсың да, сен ойланып отырып жүріп жатсың. Ана тез жүретіндер бар ғой, уже сразу түсінеді, ағайлар дайындап берген еді деп бүйтіп қарап отырып, уже хоч атастыру үшін басқа қоттарды ойлап көреді деген сияқты. Өзім ойланып жүрдім, бірақ идеясының бәрін түсіндіріп қойған ағайлары. Соған қарап отырып бүйтіп, бірақ өздерің, как будто өздерің ойлап тапқан сияқты болып жүріп отырсың да, болды, сол. Соперникке адам қорқады екен, кабинет сен де можешь муға жасап жатсың. Ешқандай атака жасауға мүмкіндік бермей жатсың да, қарсыласқа. Барып көр. Ферзь епке жүрген. Фигурларды развитие жасап, өзің істегенді біле бересің. Эй! Саған зачем лишний ход жасап жатсың, Алихан? Мына фигаларын ұйықтап отыр ғой, оятпайсың ба? Ұйқыбас фигалар ұнай ма саған? И вот светка тұр ғой, и тапта ол. Любой уақытта жей саласың оны. Ол шарт істеп тұрған жоқ. Керек болса жейсің, керек емес болса оны жемей ақ қойсаң. Не қыласың оны жеп? Бізге оны қай уақытта жейтінін жаңа айттым мен. Если ол С4-ға келсе жейміз дедім. А С4-ға келмесе ол С2-да тұрса, онда жемейсің оны. Ол слонды сақтап ойнайсың ол кезде. Потому что монополияға уже мынау итеріп жібереді, свой жүре салады. Қай кезде жейміз, қай кезде жемейміз, қай кезде фигураны сақтаймыз, қай кезде фигураны размен жасаймыз. Соны дебютті жатастырмау керек. Ойланып есіңде ұстау керек.
бір емес бірнеше рет қайталасақ мынаны бірнеше рет қайталаймыз и практика жасайсың асықпай ойланасың сені жатталады. Eliхан ойлап отырсың ба? Сол жат өтке кетті. Мына место бос. Ол местоға маршрут керек саған. Рокировка жасауға любой момент дайындап қою керек. С4 пешка жоқ па, онда мынандай ходтармен атай қойға барасың. Сен осы флангпен ойнайсың. Сен тұрыш ойнамайсың. Айда ол жаққа мына қойылуға дайын. Сен уақытың көп кетіп жатыр уже. Мына практика жасап дайындалу керек. Сонда сенде нормально ойнайсың. Мықты соперникке осылай ойнадың. Слабый соперникке E4-ге E5 ойнай бердің. Түсіндің ба? Рейтингті қарайсың да, слабый соперникке E4 E5 ойнай бересің. Мықты соперникке сен тұрасың да, не ойнайсың жаңағы. Ол мықты соперниктер саған әр түрлі E4-ге E5-ға әр түрлі гамбиттер істеуі мүмкін, әр түрлі тактикалар істеуі мүмкін. Сен олардың бәрін білмесең қиналып қаласың. Қиналып қалмау үшін мынау уже универсальный защита. Асықпай істей бересің. Бірақ мынаны бір біліп алсаң мынаны, ол дебют рети ойнай ма, английский начало ойнай ма, ферзь гамбит ойнай ма, барлығына осыны қолдана бересің. Сонысы бола ма? Иә, развитие алып. Слон десең. Мына слон негізгі мақсат, мына слон шықты ма, сразу конды шығару керек қой. Негізгі мақсат. Слон десең де тоже болады. Слон десең бір плюс жері, какой-то момент ол мына жаққа келіп, мынандайға шах беріп, король кеткен кезде ашып шах беріп, мынаны жеу деген сияқты нәрселер ұйымдастыру мүмкін да, мына жақ пен деген сияқты нәрсе ұйымдастыру мүмкін. Сондайға уже любой момент рокировкаға дайын тұрады. Слон десең, рокировкаға дайындап қойдың, бірақ рокировка жасамайсың сразу. Мына жақтағы развитияны дамытуға керек. Ферзь флангты вообще дамытып, уже өзіңе крепіс қарсылас ортаны басып кіре алмайтын да, уже крепіс жасап алып, дайындап алдың. Сосын барып бәрі тұрақты болған кезінде барып рокировкаға қашып кетесің. Егер қаралардың барлығында рокировкаға қаша бермейді көбінесе. Мына бір нелерде ғана қашып қалса жаңағы. Рокировка староиндийскийде рокировкаға қашады, бірақ опасный да, сразу рокировка жасаған жерге сразу атака жасаса сәл қиын. Азиз, основной вариант ойнай бер.
Видеоны жүктеп коямыз да, сонда үйдө тағы да қосымша қарай бересіздер. Уже ана кесті. Не істейміз? Қойында. Ой, жеме связка ұстап тұра берсей. Слон жоқ қой мына жақта. Слон мына жерге қойған кезінде ол жидінек. Қай уақытта жейміз, жаңа айттым ғой мен. Мынау С4-ға кесе жейміз деп айттық. Ол ферзовый гамбитте ол. А бұл жерде мына С2-де тұр ғой ол. Мына поле бос емес қой. Он не үшін жейдік, ол Наполеон босату үшін еді ғой. Ол поляға уже біз келетін бір нәрсені ұйымдастыратын еді. Ол как раз оны жемейсің ғой қазір енді. Ол қашу керек. Пока связкада ұстап тұрсың. Ол мынандай ходтар жүру үшін да ол. Мынандай ходтар жүрсе королдың алды слабый болды. И сен мынаған тиісесің, и дальше осыған қайттан ұрасың. Уже нормальный. Пока сен рокировка жасамай ұстап тұрасың. Оған сен развитие жасап алдың, тарс келдің, дайындалдың мысалға да. Может сен мынаны да бұзбай тұрасың. Ол соперник не ойнайды? Мына жаққа келсе сен былай қаштың да, былай кеттің да, ол кезде сен древний рокировка ашып қайда салдың. Көрдің ба? Сол нәрселерді ойлап тұрасың. Может просто королды мына жаққа қоя салдың да, осы флангпен атакаға шығып кеттің. Рокировкаға да ашпай. Просто сен корольмен күтіп тұрасың, соперниктің ходтарын күтесің. Сол ходтарына байланысты ойнайсың. Онына связкада тұрсың, ұстап тұрсың. Мына ешқайда қозғаламайды. Ферзь кетсе сен король рокировка жасап қойған. Ферзь кететін болса сен мынаны жейсің уже. Корольдің алдын ашасың. Қазір лишний ход жасап, оны жеудің қажеті жоқ. Сен позицияны қысып ұстап жатсың ба? До конца ұстап тұра бер. Өйткені сен әлі развитие біткен жоқ мына жақта фигурларың. Ойынға шығып біткен жоқ мына. Мына пешканы жеуден қорықпайсың ғой, білесің ғой, кеше үйреттік қой. Шекпесең, ладья мына жаққа кеткенімен пешканы бүйтіп қойсаң, ловля фигуре болады. Ұстап аласың. Ма? Иә, слон жүр ғой. Сен ешке жүрді. Сен дұрысын ходтар шатастырып алғансың. Бір емес бірнеше рет ойнап көру керек болсын. Қайталау керек. Сонда жатталады. Әбден жатталмаса, сосын удобно ойнайсың. Мамамыз қанатын осы сияқты ойнап дейсіз. Рокировка жасамай тұр.
Сап-салқын зорлап тұрады. Равный oldu. En жақын үмітті ешпей бастады. Үмітті ешпейді жайнап, бөлім планын ақтарға да істеуге болады, қалаға да істеуге болады. Ешқандай физикалық развитие болған жоқ. Бір точка развитие болды. Қалғандар барлық крепс жасалады. Боевой атака болды, точкасында. Что у вас? Не істей жатырмын, соны істей берсе, жұмысын жасай берсе. Сен мына жаққа шығарып барсаң да ол негізі жақсы ғой. Білесің бе, не үшін мына жаққа шығарасың? Открытый позиция. Кім мықты, кон мықты ма, слон мықты ма? Кон. Открытый позицияда кім мықты, слон мықты ма, кон мықты ма? Слон мықты. Сен мына жаққа конды келіп, мына жаққа алып барсаң, короче, мына рокировкаға кедергі жасамайсың. Мына жаққа болған кезінде, ол пешка мына жаққа болып қалған кезінде ғана сен мына кон мына жаққа жүрмесең болады, мына жақпен алып барсаң болады. Сен жаңа қорқып ойнап жатқан сияқты болып тұрсың да, мына жақпен ойнап жатсың да. Мынаған алып бара берсең, просто Слонмен ұрса. Слонмен ұра берсең, сен открытый позиция слон мықты ғой, лучше ғой. А бұл жерде ол мынаны шақырып алу специально. Мынаны шақырасың да, қайтадан мынаны барасың, сен мына уже слабый пешка, а оған былай атака жасайсың. Мына слон уже оған көмектеседі. Пока былай бердің енді, нормально. Былай да ойнап көре бер енді. Бірақ өзіңе, может, саған кон сақтап ойнаған удобный шығар, е? Олай жасаймын десең, олай да жасай бер. Біреулер болады да, конның ходтарын жақсы есептей алады да, конын сақтап ойнайды. Открытый позицияның өзінде конның лучше ойнайды. А біреулер екі слонның күшін пайдаланамайды. Өзің реализация жасайсың да. Көтеріп тұрып қояйын да. Көтеріп мынаны биіктен қояйықшы, сонда бәрі көріп тұрады. Так.
отыра берсін ғой. Аймақтан қот. Маған перден жабасың. Тренер көріп қашқан емес. Әлихан не істедің бе партияны? Үшінші жазақ болсам да аямаймын ондай қателікті. Зачем тренер көріп қаштың? Не істеп отырсың Әлихан? Біз мына жақта не ойнап отырсың? Тренер көріп қашамадым деген. Мынаны жүріп мына жақпен атака жасаймыз деп айттық қой. Өз екі столын осы қарай стрелка атып тұрса, тренер көріп қашуға бола ма? Позицияда. Ол просто мынандай ход жүрсе қашасын деп айттым ғой саған. Мына жаққа келдің, мынаны жүріп алдың, әбден мына жақта ордың, сол кезде қашып кетіп, саған мыналаден көмекке шақыру үшін ғана. А пока вообще тренер кіріп қашуға болмайтын нәрсе ғой. Не болды? Сдался?